Кең Сахараны мекен еткен еркін халықтың күнделікті тұрмысында ойын-сауықтың түрі көп болған. Әрбір ойынның шығу негізінде ұлтымыздың дүние танымы, тарихы жатыр. Себепсіз ештеңе пайда болмайтындығына ойындардың шығып қалыптасуы айқын мысал бола алады. Яғни, әрбір ойынның шығу тегінде өмірлік қажеттілік жатыр. Адамзат баласы ойын арқылы бойдағы күш-қуатқа жұмсалатын энергияны кенеттен туындау мүмкін қауіп-қатерден сақтануға, қапия жағдайлардың алдын алуға пайдаланған. Бұған бір мысал келтірелік. Бала кезімізде ұлы қариялардың жау айбындырған айтулы ерлер туралы әңгімелерін көп естуші едік. Сондағы әңгімелердің бірінің ұзын ырғасы мынандай. Бірі түбіт мұрты жаңа тебіндеп келе жатқан жас жігіт. Екіншісі елге қажыр қайратымен танылған айтулы сақа азамат. Өзенді бойлап жол жүріп келе жатады. Алдарында ел тонап дәніккен қарақшылар ұясы болған қатерлі өткел бар екен. Тәуекел деп өзеннен өте бергенде бір топ қарақшы тап береді. Сақа жігіт күні бұрын, егерде алдымыздан қарақшылар шықса, сен оң жаққа жалт бұрылып, анау бұйратқа қарай қаша бер, атың жүйрік қой, ұстатпассың дейді. Сіз қайтпексіз? Топты қарақшының ортасына жалғыз тастап жүре бермекпін бе, не көрсек те бірге көрейік дейді. Маған алаңдама, айтқанымды орында деп пысықтаған еді. Сөйтетте қойын қоншына тас толтырып, айылын мықтап тартады. Айтқанындай жас жігіт ұшқыр жүйрігіне қамшы басып атырылып шыға береді. Ал сақа жігіт болса өзінің тастақ жегіне таман көлденеңдейді. Қарақшылардың таяй бергенін тізеден ұрып аттан шұрып түсіре береді. Шырқ айналып аттың екі жағына кезек түсіп, тасы таусылғанда өзеннің малтатасын әліп алып атқылап, қарақшылардың тас талқанын шығарады. Аттан құлағандарынан өзгөзі кері айналып қашады. Міне, осылайша сойыл шоқпарсыз, құрық қамшысыз-ақ ниеті бұзық дұшпанның бетін қайтарған. Сақа жігіт қолданған әдістің негізінде қай ойынның элементі жатыр? Әрине теңге ілудің. Мінеки, теңге ілу ойынын ойнаудың түпкі негізінде ат үстінде жүретін қазақтың кез келген қысыл таяң мезетте қауіп қатерден қорғана білуге дайын болу мақсаты жатыр. Демек, теңге ілу ептіліктің ғана емес, ерліктің ойыны.